Ялтадан Севастополь Қаһарман қаласына апардым. Сондағы панорама, диорама музей сияқты. Соны көріп жүрсем, бір орыстың шалы, бір аяғында протезі бар. Ол жанада сықыр-сықыр етеді. Қайта-қайта келіп менің бетіме қарайды. Сонысын мен неге менің бетіме сен қарай бересің деді. Сен қазақсың ба деді. Қазақпын деді. Егер сен фамилияңды айтсаң, мен сенің атыңды айтып берейін деді. Менің фамилиям Бақбергенов дедім. Тиесі Құрмантай деді. Өзің кімсің деп еді. Бір аяғын көрсетті ғой. Міне, мен кіммін? Сен болмаса мен немістің танкісінің астында қалмайын ба? Тірідей. Түніменен бір түн жаттық.